Ассаламағалейкум, құрметті көрермендер. Бүгін мынау бұғы бір шұқырға осындай бір арыққа түсіп кетті. Бұл арық құрылысшылар бір құбырма сондай бір нәрсе жүргізіп жатқан көрінеді. Білмеймін, бұлар осы құрылыстың жұмыскерлері әлде басқа бір жақтан келген адамдар ма? Жағын білмедім, бірақ енді осы бұғыны босату бейнесін біраз тамашалайық бір жағынан өзіміздің қазақ күрмек байлау әдісін еске алып, осындай жағдайда күрмек байлау әдісі мынау бұғыны босату жағында өте керек болар еді деп ойлап жатырмыз. Содан мынау бейненің аяғында тағы да бір мәрте мысал ретінде көрсетіп бейне түсірдім. Нені күрмек байлауды қалай ілмегі бар қылып жасау керек екен. Өйткені мынандай жағдайда мынау бұғыға босатқан кезде аса жақындамау үшін, содан кейін тек қана мысалға мынау ұшын ғана бір тартып қалу үшін кішкене ұзындау қылып, мен енді бір жарты метр деп айттым, мүмкін 1 метрде жарап жатыр, 2 метрде жасауға болады. Екінші ұшында жаңағы тартып босататын. Әзірше мынау әбігерге түсіп, мынау иті де жағаласып, иті бір осыны бір иіскеп өзінше тамашалап жатыр. Осындай не үшін ол жанды жаңағы иіскелеп нетіп жатқан, ешқандай жәрдем жоқ бұндай жағдайда. Сондықтан итті былай аластату керек еді. Мейлі, бұл өзі жаңағы осы бейненің өзін байытады. Неше түрлі кейіпкер болғанда мысалы, мияқта жаңағы осы неге кептеліп қалған бұғы, тартып атқан адам, ит үшеу әйтеуір біздің күрмегіміз де бар деп айтуға болады. Ойымызда да осындай жағдайда күрмекпен байлау тиіс еді. Мейлі, қазір бірдеңке қылып әйтеуір шығарады. Қазір аяқ жағын айтып қояйын. Бұл өзі 9 минуттық бейне. Әрине кездейсоқ мына кісілер неткені көрініп тұр. Осындай бұғыны байқап қалып, соны босату адамгершілік көрсетіп деген сияқты. Сондай бір әдістер. Мына өздері мынау құрылысшылардан сұрап алды ма, жоқ әлде қайдан келгені белгісіз. Мынау өзінен сары жұқа несі арқаны бар екен, сонымен жаңағы байлап. Мынау қалыңдау анау құрылысшылардың қолданатын несі жаңағы стропы деген, стропы. Сондай арқан, оны егер ресми сөздікке қарасақ, ілмек дейді екен. Мынау ауыр заттарды көтерген кезде жаңағы осымен байлайтын, соған тросқа көмек ретінде ілмек. Соны міне босатып шығарды. Енді келесі осындай жағдайда келесі не істеу керек? Әрине босату керек мынау арқаннан. Мынау асау, жабайы, үркек жануар. Әрине ол күші мол, қуатты жануардың бірі бұғы деген.
Сондықтан бұған жақындап кетсең, мүйізімен бір іліп кетсе, бір жерге кіріп кетіп, өте қауіпті іс. Сондықтан енді бұндай жағдайда мынандай жылқы болсын, сиыр болсын, түйе болсын, мынандай жабайы жануар болсын, босату үшін әрине біздің күрмек байлауымыз осындай жағдайда өте қатты көмегі бар да, өте үлкен. Сондай өзінің ерекшелігі. Сондықтан бабаларымыз осы күрмек байлауды атадан балаға міндетті түрде жаттап біліп жүріңдер деп айтқан. Міне енді мына жануардың қалай босату керек? Мынандай тұзақ қой, мынау нағыз тұзақ салып мойнына бір неден мына күртешесі етіп кетті. Арқа жағындағы несі бір жерде жыртылып кетті мына кісінің. Дегенмен етік кигеніне қарағанда осы жердегі бір егер ма, осы орманшы. Міне әйтеуір жатқызып, енді шешіп алайын деп. Шеше ма, жоқ әлде анау немен пышақпен кесіп босата ма? Сондай қызық болып жатыр. Мынау итті қоймай жаңағы әр жерін иіскеп, өзінше осы бір оғанда бір қуаныш қой, бір не қызық көрініс болып. Мен араластым деп басқаларға айтатындай бір әңгіме болып қалды ғой бұл үшін. Қиқия. Мен енді бұлай жатқызып алғаннан кейін тұрып кетпей босату әрине оңай, бірақ енді бұдан да үлкен бір жануарлар болса, босата алмай қаласың, өйтіп жатқызып. Африкада кей кезде жаңағы атып атқандарын көресің да, андай ұйықтататын дәрі оқпен. Бірақ енді сен кездейсоқ осындай жағдайда кездесіп қалсаң, атып жатпайсың ғой. Міне енді босатты. Босатқан жоқ, кішкене жақындатып, арқанын кішкене бостау ұстап, сол кезде жаңағы шешу оңай ғой. Мынау бейне түсірушінің өзі де жаңағы ар жағынан шыққан, мына мойнын бұрып қанша 180 градусқа сындырып жіберем екен мойын омыртқасын суретке түсірем деп. Ондай да жағдайлар болады ғой. Бұл енді күніге мойнын бұрып жүрген жануар емес. Өзі де шошып кетті. Мүйізіме іліп кете ма деп. Осындай жағдайда одан да алыстыру керек. Өйткені мынау өте қуатты, өте күшті жануардың бірі бұғы деген. Көріп тұр ғой, жабай. Қайта мына жағда қашып кеткені жақсы болды. Мен осымен әрі қарай қазір тағы да жалғасы бар. Мен жаңағы күрмек байлау әдісін көрсетпекшімін. Міне жаңағы бұғыны алып шығу, босату бейнесінен кейін соған қосымша ретінде тағы бір бейне түсіріп жатырмын. Өйткені мынау негізінен сондай жағдайда бұғыны босатып жіберетіндей
сондай ілмегі бар күрмек байлау жасау керек. Ол үшін мынандай мына жерде енді бір жарты метр бар ғой. Жарты метр шын жаңағы босатып, мынандай ілмек жасап, содан кейін барып жасау керек та жаңағы мынау күрмекті. Сондықтан мына жаңағы мүйіздік, мынау вертикальды келген мынау темірді алайық. Сөйтіп мынау ар жағынан алып келдік. Ар жағынан алып келіп, оң қолымызға бердік. Міне жаңағы айтқан жарты метрімізді. Енді содан кейін мына ілмек жасадық. Содан кейін қолға ораймыз. Міне қолға орадық. Содан кейін жібердік. Мынаны алып келіп, былай сөйтіп міне жаңағы шықты. Ал енді біздің мына екінші ұшын босату үшін деймін да, мынаны тартамыз. Ал біздің мынау тұзағымыз босады, жібердік. Міне осындай.